Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге омырау сүтін қоюландыруға, құнарландыруға бола ма деген сұраққа жауап бергім келеді. Өйткені көп аналар сүтім сұйық, сүтімнің маңызы жоқ, сүтім көгілдір су сияқты деп баласына смес беріп кетеді. Ол қалыпты жағдай болып саналады. Сіз қанша сүтпен шай ішсеңіз де, қанша жаңғақ жесеңіз де сүтіңіздің құрамы өзгермейді. Яғни ол майлы болмайды. Сүттің майлылығы тұрақты орташа есеппен барлық әйелдерде 4%-ке тең. Неге? Сүт негізінен алдыңғы және артқы бөліктен тұрады. Алдыңғы сүт белок пен көмірсуға және суға бай болып келеді. Сондықтан ақшыл, сұйық түстес болып келеді. Ал артқы сүт майдан тұрады. Сондықтан ол қою және де сарғыш түстес болып келеді. Және алдыңғы сүтті бала тез емеді. Өйткені ол белок, көмірсу, судан тұрады. Ал артқы сүт майдан тұратын болғандықтан оны ему кішкене қиындау және энергияны талап етеді. Және баланы 10-15 минут қана емес, 30 минут және 40 минут емізуі қажет. Сонда бала тез ет жинап, тез салмақ жинайтын болады. Және бір омырауды тауыспай жатып, екінші омырауды балаңызды бермеңіз. Және сүттің көп немесе аз болуы ол омыраудың үлкен кішілігіне де байланысты емес. Емізулі анаға ешқандай диета ұстаудың қажеті жоқ. Тек құнарлы тамақтану қажет. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.